ілмей қалған бала екі көзі мүлдем көрмейді, өз-өзін ұстай алмайды. Bir топ келіншек блогер Самат Бекебаевқа алдандық деп қоғамнан араша сұрайды. Айтуынша мүгедек баланың ем үшін видео түсірген блогер жиналған ақшаның 50%-ын қалтасына басқан. Қанша ақша жиналды осы сборда? 6 миллион жиналды. 6 миллионның 3 миллион Саматқа бердім. Одан бөлек сбор ашып, рилс салу үшін блогерге қомақты қаражат бердім дейді мүгедек баланың анасы. 3 видео түсірді, 3 видеоға 930 мың теңге төлеген. Ал блогердің өзі бұл қайырымдылық емес, жарнама үшін алынған ақша деп қысқа қайырыпты. Сіз маған төлеген ақшаны міндеттемеңіз. Төледіңіз ба, реклама үшін, жарнама үшін төледіңіз. Самат блогердің шындығы қандай? Ол мүмкіндігі шектеулі жандардың ақшасын шымбырған рас па? Таяуда анықтаймыз. Бұл келіншектің есімі Тоғжан, 6 баланың анасы, бір баласы мүгедек. Аурушаң баласының еміне Самат блогер арқылы қаражат жинаған. Алайда бәрі бекер болды дейді. Қанша ақша түсті? 2 миллион 700 түсті. Қаншасын сіз өзіңізге алдыңыз? 700 мың теңгедей қалды, 601 теңге мың қалды. Ал қалғаны қайда? Қалғаны Саматта. Көп балалы ана блогердің түсірген видеоларын нағыз киноға тенеді. Баламды далаға шығарған, аяғында резиновый жаман тапочканы кигізген, үстінде қалың киімі бәрі бар, фар жуып жүр. Мына жігіт шлепкамен жүр қыста. Бала, берген. Не істеп жүрсің? Менің бар. Ол қатты ауырып тұрған ақша керек, мен ақша тауып отырмын. Қандай жұмыс істеп жүрсің? Фар сүртіп отырмын. Қалтамда 78 мың теңге тұрған, алдымда бере салдым. Сен аяғыңа аяқ киім ал деп, жаңағы 78 мың теңге баламның қолына қайтып береді. Ақсұңқар, менде 78 мың теңге бар ма? Ұста. Бұл саған жарайды ғой, келістік қой. Бұның барлығы сондай сценарий. Сценарий өзінікі. Самат блогер ма, режиссер ма? Таяуда анықтаймыз. Әлеуметтік желіде қайырымдылық жасаумен және түрлі пранктермен халықтың көңілін көтеретін Саматтың парақшасына 558 мыңға жуық оқырман тіркелген. Жомарт жігіттің әр видеосы үлкен дайындықпен түсірілетіндей. Себебі блогердің сыйлығы сақадай сайланып тұрса, ал кейіпкерлері камераға жалтақтамайды. Әкешен қайда деймін? Үйде? Как раз аға қап-қара екен, 15 күн ÖBS'te отырсаң ағарып шығасың, жаным сол, кетіп жүр, роботыға алып кетейін. Жүр. Блогер әр басқан қадамын желіге жүктеп отырады. Қарттардың көңіл күйін көтеруге тырысады. Ал материалдық жағдайы төмен отбасыларға азық түлік әпереді. Тұрақты жұмысы жоқ жігіттің қайырымдылыққа жұмсалатын қыруар қаржыны қайдан табатыны белгісіз. Алмай жатырмын. Мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. 1 сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткіземін, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дінмұхаммед деген. ПСЖ алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып, жазып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым мен, қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім, қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім, сөйлей алады екен аздап, содан кейін видеозвонокқа шықтым, видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей патчасы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана фигурты осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ.
Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей ақ қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Soralar solgun, soralar beri soralar.